Қаржылық жоспар құруды неден бастаймыз? Бірінші қадам күн тізбе алыңыз. Телефондағысы да жарайды. Содан соң әр айға маңызды күндерді жазып шығыңыз. Мысалы, қаңтарда қайынатаның туған күні, яғни үйге ет алу керек. Тамызда бала мектепке барады, бұл дегеніміз сөмке, форма, тіпті кейбіреулері iPhone сұрайтын кез. Содан кейін мақсаттарыңызды нақтылаңыз. Қысқа мерзімді мақсат демалыс, техника, оқу ақысы. Орта мерзімді көлік немесе үйге алғашқы жарна. Табысыңызды нақты есептеңіз. Негізгі жалақыдан бөлек қосымша табыс көздерінде есепке алыңыз. Содан соң шығындарыңызды жазып отырыңыз. Жинақ және резерв. Қаржылық көрпеше дегеніміз бұл қиын күнде қиналмас үшін керек. Кемінде 3-6 айлық шығын көлемінде резервтеріңіз болуы тиіс. Бюджетті 70-20-10 ережесі бойынша құрыңыз. 70% күнделікті қажетке, 20% жинақ пен инвестицияға, а 10% өз қалауыңызға немесе қайырымдылыққа. Уақыт өте келе, табысыңыз немесе өмір жағдайыңыз өзгерсе, жоспарыңызды қайта қарап отырыңыз. Икемді жоспар ғана тұрақты нәтиже береді. Қаржылық жоспарлау бай адамдар үшін емес, әр адам үшін қажетті күнделікті әдет.